Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерге С және Ш дыбыстарының ажыратуын көрсететін боламыз. Яғни, қазіргі таңда көптеген балалар осы ысқырық ызың дыбыстарда С, Ш дыбыстарын бір-бірінен ажырата алмай дұрыс емес айтып жатады. Яғни, С-ның орнына Ш қолданады, Ш дыбысының орнына С дыбысын қолданып кетеді. Бұл жағдайда біз не істейміз? Яғни, логопед мамандар осы кезде балаға С және Ш дыбыстарын ажырату жұмысын жүргізеді. Ең алдымен ол үшін біз көріп тұрғандарымыздай балаға С және Ш дыбыстарының артикуляциясын үйретеміз. С дыбысын күлімдеп, тіліміз тіске тіреліп «с» деп айтатын болса, ал Ш дыбысын ерніміз дөңгелек болып, тісіміз кішкене ашылып, тіліміз жоғары тұрады және бұл жерде «ш» деп айтатын боламыз. Келесі ажырату бұл, яғни тілімізге горка жаттығуы жасасақ болады, яғни тіліміз астында осы қалыпта тұрса, ал Ш дыбысында тіліміз жоғары көтеріліп, кесе жаттығуын жасап тұрады. Ол бұлай көтеріп тұрамыз. Келесі ажырату түрі бұл С дыбысын айтқан кезде бізде ауа суық болады. Яғни балаға былай көрсетеміз. Өздеріңізді жасап көрсеңіздер болады. Бұл С дыбысын айтқан кезде суық ауа шығады. Ал келесі Ш дыбысын айтқан кезде бізде жылы ауа шығады. Осылай, осы әдістермен баладағы С және Ш дыбыстарын ажыратуымызға болады.